әлемдік нарыққа қарасақ мынандай түсінік бар ғой, малдың етін жеу роскошь болып қалды деген. Енді ол сондай болу керек па, немесе қолжетімді болу керек па, қалай ойлайсыз? Ет қымбат болу керек деп ойлаймын. Одан қорқатын түгі де жоқ. Егер ауылдың адамы қолында мал ұстаса, ол біздің қазіргі ет қымбат деп ешкім айғайламас еді. Содан сорлап отырмыз. Ауылдың тұрғындарының қолында мал жоқ. Неге жоқ? Жайылым жетіспейді, бір. Малды сатып алуға ақша керек, екі. Оны сіз бағып қалып, жаңағы біреудің егініне түсіп кетсеңіз, сізді ол үшін айыппұл салады, үш. Бұл барлығы теріс бағыттар. Сондықтан да мен ойлаймын, шаруалар ақша табу үшін шығындары көп, аз емес, көп. Олардың барлығын экспортқа шығарам десе, ешқандай шектеу болмау керек. Шектеу болмаса, нарықтық қағидамен баға көтеріліп жатса, нарықта, біз одан қорқатын түгі де жоқ. Қайта біз делдалдарды құртуымыз керек. Сіз Астананың әлем деген базарына барыңыз. Таңертең келген шаруаның қолында ақшасы жоқ, бірақ базардың алдында қаншама адам тұр. Қолма-қол ақшасы бар. Қазір мен сізден сатып алам дейді. Сатып алады да өзінің қоймасына салып қояды. Соның арасында 50-100 теңге қосып үлгереді. Кіреберістегіні ашқан үшін, оған кірген үшін бөлек ақша төлейсіз. Тәшкіге төлейсіз. Оның жаңағы таразысы бар. Міне сіз ана шаруаның, болмаса шаруаның малын әкеп сойып келген азаматтың анау нарыққа бергенге дейін қаншама, қалай айтсам, жолдан өтеді. Жол емес, қаншама құр дайырға майыр болып отырып алған. Міне сіз жеңіл ақшаның жолымен жүрген нелер бар, делдалдар бар. Ешқандай еңбек салмайды, таңнан кешке дейін малды бақпайды. Бірақ осы жерде бағаны қосып қояды да отырады.